Қайырлы күн ұстаздар, сіздермен бірге Сандуғаш Қадырғалиевна YouTube канал арнасы. Ұстаздар, сіздер үшін менмен бірге дайындал айдарын ұсынамын. Яғни бұл айдарда біз жазғы аттестацияға, яғни квал тестке дайындалатын боламыз. Бүгінгі сұрақтар оқыту әдістері педагогикаға бағытталған. Сонымен бір шынаяқ кофелеріңізді ала отырып, жаздық демалыстарыңызды тиімді өткізіп, аттестацияға менмен бірге дайындалуға шақырамын. Ендеше бастайық. Бірінші сұрақ. Қандай білім міндетті деп есептелінеді? Жауап: орта білім. Ұжым дегеніміз не? Ұжым дегеніміз арнайы мақсатқа бағытталған іс-әрекет негізінде ұйымдасқан адамдар бірлестігінің формасы. Түсіндіру дегеніміз теориялық мәнін ашу, фактілерді, құбылыстарды бірізді, дәлелді баяндау. Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым. Мұғалім зерттеуде жинақталған біліммен педагогикалық қауыммен бөліседі. Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем. Күрделілікке деген сүйіспеншілік. Қоғамдық жұмысқа қызығушылығының компоненті болып табылатын тұлғаның моральды ерікті сапасы, тапсырғанды орындауға деген жауапкершілік қатынасы, инициативасы, орындаушылық қабілеті, өзіне және жолдастарына талап қоюшылығы, өзгелерге көмектесуге даярлығы, ұйымдастырушылық іскерлігі. Қоғамдық белсенділік. Педагог білім беру мекемелерінде тәрбиелеу мен оқыту саласында тәжірибелік жұмысты жүргізетін адам. Жасыл ойлау қалпағы білдіреді. Креативтілік мүмкіндіктер, балама және жаңа идеяларды. Саралап оқытудың басты бағытының бірі. Толықтыра оқыту, қосымша білім беру. Адамды бұзықтыққа келтіретін табиғат, не нәсілдік кемістігі емес, қолайсыз қоғамдық жағдайлар мен жаман тәрбие. Авторы: Чернышевский. Өзінің жетістіктерінің басқалардың нәтижесімен салыстыру жолымен тұлғалық қажетті сапаларды қалыптастыру және бекіту әдісі бұл. Жарыс. Педагогикалық ұжымның жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі барлық бағыттарын тексеру. Фронтальды бақылау. Қазақстан Республикасы ұлттық іс-қимыл жоспары бойынша оқушылардың функционалдылық сауаттылығын дамыту қандай кезеңге есептелген? 5 жыл. Білім алуда қандай бағалау аса пайдалы? Формативтік. Бұл өлшемге сәйкес келетін балаларда ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатынын байқалады. Жауабы: шоғырлану. Сабақты зерттеу тәсілін жоспарлау барысындағы зерттелінетін оқушылар санаты. Үлгермеушіліктің жоғарғы, орта, төменгі деңгейі. Өзгелерден қарағанда өзінің оқуының қалай жүретінін жақсы білетін және оны реттей алатын оқушы сипатына сәйкес келетін өлшем. Өз білімін жетілдіру. Дарынды және талантты балаларды анықтауда ойлау қабілетінің жылдамдығы өлшемі сәйкес келетін сипаттама. Жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асырады. Мұғалімнің жеке басының гуманистік қасиеттеріне мыналар жатады. Адамгершілік, адамның қадір қасиетін құрметтеу. Мұғалімнің сөйлеу мәдениеті бұл. Әдеби тіл нормаларына сәйкес сөйлеу сөзін толық қалыптастыру. Егер бала ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай білу қабілетін танытса, онда оны ең үздік оқушыны анықтау өлшемінің қайсысына жатқызуға болады? Шоғырлану. Таксономия дегеніміз орналасу, құрылыс, тәртіп, заң. Тұлғаның өз санасына және басқа адамдар санасының мазмұнына ой жүгірте білуі. Әлеуметтік тәртіпті қолдау, зерттеу теориясы. Қара жәшік ішіндегі жұмысты көрсетіңіз. Оқушымен бірге критерийлерді талдау. Сабақты зерттеу тәсілін жүзеге асырудағы бастапқы кезең. Сабақты бірлесіп жоспарлау. Интербелсенді әдіс. Өзара әрекеттесуін және қатынасқа жағдай жасайтын әдіс. Сабақты ұйымдастыруға жатпайтын форма. Сынып сағаты. Блэк пен Уильям зерттеулерінде сыныптың қара жәшік метафорасы қолданылған. Осы метафораның негізгі идеясы
Оқушыларды өзін-өзі бағалауға қатыстыру. Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы. Алынған мәліметтердің мәнін анықтау. Топтық талқылауды таспаға жазып алу іс-әрекеттері зерттеу үдерісінің қай кезеңіне жатады? Қадағалау. Эстетикалық тәрбиенің мәні. Оқушылардың әртүрлі көркемдік эстетикалық іс-әрекетін ұйымдастыру. Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар қояды. Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы. Үздік оқушылар ақпаратты біліп қана қоймай, қажет кезінде пайдалана алатынын көрсететін сенімді өлшем. Есте сақтау және білім. Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс 5 түйінді фактордың бірі. Оқушыларды өзін-өзі өзара бағалауға араластыру. Білім беру мен мәдениеттің байланысы. Мәдениет адамға білім берудің алғы шарты мен нәтижесі ретінде қатысады. Оқыту педагогиканың негізгі категориясы ретінде. Мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті. Мұғалімдер мен ересектерді түсініктеме беруге жетелеу, дарынды және талантты оқушылардың қай сипаттамасына тән, табандылық таныту. Сонымен бүгінгі видео шығарылымда аттестацияға қажетті оқыту әдістері, яғни педагогикадан 45 сұрақ қарастырылды. Аттестацияны сәтті тапсырыңыз. Видео ұнаса, лүпіл қойып комментарийға өз пікіріңізді қалдырыңыз. Және видеоны әріптестерге бөлісуді ұмытпаңыз.